Саламатсыздар, сәлем. Бүгін сіздермен ең керемет бауыр пирогының рецептімен таныстырамын. Ең алдымен бауырымызды ет тартқыштан өткізіп, үстіне сүтімізді, 2 жұмыртқамызды, тұзымызды, ас содамызды, 2 қасық сұйық майымызды қосамыз. Әркім өз қалауы бойынша қара бұршымызды қосып, бір келкетіп барлығын араластырамыз. Барлығы араласқанда бауырымызды, жұмыртқамызды, сүтімізді жақсылап араластыру керек. Одан кейін бауырымызда пленка, керек емес нәрселер болады. Соны басқа ыдысқа дайын болған массамызды ситадан өткізіп тазартып аламыз. Дәл осылай етіп, барлығын біртіндеп отырып тазартып, жақсылап араластырып аламыз. Міне менде осындай тап-таза масса дайын болды. Ол пісіруге де ыңғайлы. Одан кейін ситадан өткізіп отырып, ұнымызды қосып шығамыз. Қатты қою емес, қатты сұйық емес, қоймалжың масса дайындап аламыз. Дәл осылай етіп, қызып тұрған пешімізде құймақ тәріздес етіп пісіріп аламыз. Қатты оттың қажеті жоқ, орташа отта. Одан кейін салмасына жуамызды, одан кейін сәбізімізді теркадан өткізіп, езілгенше әбден пісіріп аламыз. Жақсылап араластырып отырып, орташа отта жұмсақ етіп пісіріп, суытып қоямыз. Одан кейін барлық бауырымыз бірдей бір келкі шығу үшін мен тарелканы пайдаландым орташа. Барлығын осылай өткізіп, үстіне дайын болған массамызды жағып бір келкетіп, майонез бен чесногымызды араластырып, оны да жағып шығамыз. Барлығын кезекпен кезек осылай жасап шығамыз. Қалыңдықтары бірдей болу керек. Сол кезде тортымыз жақсы көрінеді. Қараңыздар, мен ендігіде оңай болу үшін оны сәбізімізбен жуамызға сразу майонезімізді араластырып жібердім. Менде осындай штук 10 дана шықты. Барлығын осылай бір келкетіп, доп-домалақ қып жасап алдым. Сіздерде дәл осылай етіп форма жасап алсаңыздар болады. Мен тарелканы пайдаландым. Сіздерде солай пайдалансаңыздар болады. Қараңыздар, дәл осылай шықты. Енді бетіне әсемдейміз. Ол үшін мен укроп пен майонезді пайдаландым. Қараңыздар, керемет болып шықты. Қызым шыдамай кестіріп жеп алды. Қараңыздар, начинкасы сочный, әдемі, дәмді болып шықты. Сіздерге істеуге кеңес беремін.